Үміт екінші бөлім. Мариям маған қарап аз ғана үнсіздіктен кейін, ол қазір ажырасып кеткен, ажырасқанына 2 жылдай болып қалды дегенде мен деп таң қалып қалдым. Іштей ойым сан-саққа кетті. Сырт көзге сондай жап-жақсы жігіт еді. Неге бұлай болды екен деп ойлағаным мен ажырасқан дегеніне қуанып қалғандаймын ба, қалай? Сөйтіп Мариям Ерланның әйелі аяғы ауырлап, маған әйелдер кеңесіне келіп, тексерістен өткенінде іштегі шарананың жетілмей қалғаны замесші плод болғаны анықталды. Сөйтіп Замираны гинекология бөліміне жіберіп, тазалатып, алдыртып тастаған болатынбыз. Сонда менің бір таң қалғаным, дәрігер болған соң неше түрліні көресің ғой. Әлгі Замира бұл жағдайға дым да қайғырмады. Бір сөзінде, осылай болғаны да дұрыс болды. Менің жоспарымда қазірше балалы болу жоқ еді. Я сейчас должна себя реализовать. Мен енді жоғары көтеріліп, діттеген мақсатыма жақын едім. Балалы болсам, пеленки, распашонки, памперсы деген секілді. Бала кейінірек те бола жатады ғой деген еді. Сонда әйелінің орнына Ерлан қатты қайғырып еді. Әйелің гинекологияға алып кеткенде маған кіріп, не үшін мұндай жағдай болғанын, алда және қайталанбас үшін не істеу керек екендігін, әйелін ендігі емдету жолдарын сұрап, кәдімгідей көңіл күйі түсіп, қатты уайымға салынып кетіп еді. Мен мұндай жағдайлардың болып тұратынын түсіндіріп айтып, екеуінің де бізге келіп емделулеріне кеңес бердім. Сөйтіп тексерістен өткізіп, екеуі де біраз емделді. Алайда кейіннен әйелі сол күйі карьера жасаймын деп мансап қуып, сәбилі болуды кейінге шегере беріп, екеуінің қарым-қатынасы бұзылып, ақыр соңы ажырасып кетті. Осы аралықта Ерлан екеуміз сырлас достардай болып кеттік. Кейіннен қарындасы мен күйеу баласы келіп, бізде қаралып, ем алып жүріп, осы салтанат міне бүгінде ұлды болды. Өмір деген қызық қой. Адамдардың бірі сәби сүйе алмай жүрсе, екіншісі қаламайды. Ана бақытынан бұрын қызметі мен мансабын жоғары қояды. Ерланға обалақ, сондай білімді, іскер, мейірімді, өте балажанды жігіт. Қарындасы үшін қатты уайымдап, маған табыстап жүргені сол ғой. Жиенді болғанына өзі бір балалы болғандай қатты қуанып жүр деп Мариям сөзін аяқтағанда мен қатты таң қалдым. Содан уақытқа қарасам, біздің отырғанымызға біраз уақыт болып қалыпты. Құрбым Медбикем де хабарлама жазып мені іздеп жатыр екен. Мен біраз уақыт болып қалыпты ғой, орныма барайын деп тұруға ыңғайланып жатыр едім. Мариям: Так что, Бибіш, осы жігіт сені көріп, ұнатып қалған секілді. Кеше маған хабарласып, сен жайлы біраз сұрап, телефон номеріңді алды. Мен де сенің рұқсатынсыз бере салдым. Мұныма ренжімейтін шығарсың. Саған әпкелік кеңесім болсын. Осы жігіттің етегінен ұстасаң, өкінбейсің. Сенің жасыңда бір үйленіп ажырасқан демейтін шығарсың. Мұндай жаста өзіңе тең бойдақ жігітті кездестіру оңай болмас деп шегелеп тұрып айтқанында мен кәдімгідей ойланып қалдым. Өз орныма келгеннен кейін іштей расымен де несіне ойланамын? Егер мені ұнатқан болса, мен де іштей кет әрі емес секілдімін. Мен де оны ұнатып қалғандаймын. Жасым ұлғайып барады деген оймен өзі қашан хабарласар екен деп күтіп отырамын ба? Ақыры басы бос екен, салтанаттың қал жағдайын айтып қояйын деп өзім бірінші болып хабарластым. Алғашы қоңыраудан ақ ол бірден телефон тұтқасын көтерді. Дауысы өте жайдарлы шықты. Амансыз ба, Бибі? Қалыңыз жақсы ма? Өзім де сізге хабарласқалы отыр едім. Телефон номеріңізді өткенде сұраймын дегенше асығып кетіп қалдыңыз. Содан Мариямнан номеріңізді сұрап алдым. Хабарласпай қойдыңыз ғой. Салтуша мен жиенім жақсы ма деп тоқтамай сөйлеп жатыр. Мен: Шүкір, аманшылық. Сол қарындасыңыз бен жиеніңіздің жағдайын айтып қояйын деп хабарласып отырмын. Барлығы жақсы. Алла бұйырса, бір жетіде шығып қалады деп жауап бердім. Ол болса: Керемет, Алла бұйырса, жиенді болғаныма орай ауруханадан тыс бір жерде қонақ қылсам, Мариям екеуіңізді қарсы болмайтын боларсыз дегенде қуандым ба? Әрине,
қуанышыңызға ортақтасуға қарсы емеспін деппін ғой. Содан ол жақсы, олай болса байланыста болайық деп жылы қоштасып телефон тұтқасын қойдық. Мен бір түрлі жүрегім дүрсілдеп, көңілім толғып, ерекше бір күйге ендім. Үкілеген үмітім мені алдамайтын секілді. Алдағы күндері бір жақсылық болардай, көңіл шіркін алып ұшады. Осындай күйде жүріп, кештің қалай батқанын да байқамаппын. Бір кезде түнгі ауысымға келген медбике құрбым Әлияның: «Бибі, сен немене? Тағы да түнгі ауысымға қалғансың ба?» деген сұрағынан кейін ғана есімді жидым. Жымиып күлдім де: «Жоға, қазір қайтамын ғой» деп тез барып киімімді ауыстырып ауруханадан шықтым. Бүгінгі жұмыс күнім жеңіл өткендей, барлық жанға ерекше мейіріммен қарағандаймын ба? Бүгін әйтеуір барлығы маған риза болып, көп алғыс алдым-ау деп іштей өз-өзіме риза болып, автобусқа отырып, терезеден Алматы кешін тамашалап, сондай бір тәтті сезімге бой алдырдым. Бұрын байқамағанмын ба? Қаланың жарқыраған шамдары, кең көшеде ызғыған көліктер, көп қабатты ғимараттар мен жұмыстан кейін үйлеріне асыққан, жол жиегінде кетіп бара жатқан жаяу жүргіншілер, қыбырлаған қала тіршілігі мен үшін мамыражай, керемет, әсем күйде еді. Сол күннен кейін Ерлан менің қал жағдайымды сұрасып, жиі хабарласып тұратын болды. Арасында күйеу баласымен бірге салтанатқа ыстық тамақ әкеліп, жиі келіп тұрды. Келген кезінде де маған хабарласып, сыртқа шақырып, шай ішерсіз деп маған да тәттілер ұстатып, 5-10 минут әңгімелесіп кететін еді. Осылай бір жетіде өте шықты. Салтанаттың жұбайы мен ата енесі, қайын әпкелері, Ерлан бар, барлығы келіп, салтанатты сәбиі мен ауруханадан алып шықты. Аға медбикем Әсем апай: «Сәбиді әкесіне өзің алып шығарсың, осы келіншекке өзің ерекше қарап едің» деп маған табыстады. Сөйтіп кішкентай Еркебұланды, есімін атасы осылай атапты, өзім алып шықтым. Баланы қолыма ұстағанда іштей мен де алда отбасын құрып, ана атанып, осылай сәбилі болайыншы деп ниет еттім. Өз сәбиімді алып шығып келе жатқандай ерекше толқыдым. Сыртқа шыққанда қарасам, ана жақтан бойы ұзын болып, маған қарап күлімсіреп тұрған Ерланды бірден байқадым. Бетім ду етіп ысып кетті. Салтанаттың енесі келіп, еміреніп тұрып қолымнан сәбиді алғанда, жанындағы Салтанаттың күйеуі: «Сіздерге алғысым шексіз, үлкен рахмет» деп келіп, қолымнан қысып, қалтама бірдемені сүңгітіп жіберді. Сосын Ерлан да келіп: «Көп рахмет сізге, Бибі, мынау менің көрімдігім» деп, ол да қалтама бір конверт салып жіберді де бір букет гүл ұсынды. Мен қысылып қалдым. «Қажеті жоқ еді» деп жатсам: «Бұл сіздің еңбегіңіз ғой, қарындасым мен жиеніме қарасқаныңыз үшін. Біздерге де осындай қуаныш нәсіп етсін» дегенінде көңілім толқып, көзіме жас келді. Мұнымды байқатқым келмей: «Жақсы, сау болыңыздар» деп теріс бұрыла беріп едім. Ерлан иығымнан ұстап өзіне қаратты да: «Кешке мені күт, жұмыстан соң келіп алып кетемін» деді. Мен басымды изей бердім. Ол қолымнан қатты қысты да туыстарының артынан жүгіре басып кетіп қалды. Олардың соңдарынан біраз қарап тұрдым да мен де ішке кірдім. Өз орныма келген соң қалтамнан ұялы телефонымды алайын деп қолымды сұқсам, ақша мен конверт тұр. Бұл жайлы ұмытып кетіппін. Жаңағы Салтанаттың күйеу баласы берген көрімдік пен Ерлан берген конверт. Конвертті ашып қарасам, әжептәуір менің жарты айлығымдай ақша мен жанында хат тұр екен. Жалма-жан хатты ашып оқыдым. Хатта Ерлан маған сезімін білдіріпті. Мені ұнататынын айтыпты. Маған сондай кері сұрақ қойыпты: «Бибі, егер мені ұнатсаң, кешке кетіп қалмай мені күтші» деп қойыпты. Іштей: «Әрине, сен де маған ұнайсың ғой. Тіпті сені жанымдай жақсы көріп қалдым. Сенсіз өмірімнің мәні жоқ секілді» деп қайталай беріппін.
Өмірімде алғаш рет жұмыстың аяқталып кештің батуын асыға күттім. Алдын асықпай жүріп, жиналып қайтатымын. Өйткені үйге барсам, мені тек жалғыздық қана күтіп тұрушы еді. Кейбір түндерде өз өмірім жайлы ойланып, осылай жалғыз қалып қалмайды ма екенмін бе деген уайым жанымды жай таптырмайтын еді. Ал Ерланды кездестіргелі осы жасқа келгенде алғаш рет жүрегімнің дүрсілін естідім. Ерланды көргенде бойымда белгісіз бір діріл пайда болып, денем бір ысып, бір сойытын болды. Ол қолымнан ұстап, не болмаса құлағыма сыбырласа, тұла бойым шұбырлап, екі бетім ду етіп қызара кетеді. Өзімді құтты бір 18 жастағы қыздай сезінетімін. Бұл қандай сезім? Бір көргеннен ұнату ма, әлде кеш келген махаббат сезімі ме? Бүгіндікке жұмыста қалың ойда жүрдім. Әлсін телефоныма қарай беремін. Палаталарға кіргенде терезеден мойымды созып, көше жаққа бір қарап өтемін. Осылай жүргенімде телефоным шиқылдап, хабарлама келді. Дереу алып ашып қарасам, Ерлан екен. Бейбіш, жарты сағаттан кейін аурухананың автотұрағында өзіңді күтемін. Ақырындап жинала бер деп жазып жіберіпті. Жүрегім дүрсілдеп кетті. Мен жұмыс уақыты аяқталысымен жиналып қойып едім. Киімімді ауыстырып, тек Ерланнан хабар күтіп отырған болатымын. Жұмыстағы кешкі ауысымға келіп жатқан қыздар, "Бибі, сен неге әлі отырсың, қайтпаймысың?" деп қояды. Мен "Қайтамын ғой" деп қоямын. Сөйтіп, ол келмей жатып, ерте шығып қоймайын деп, тура 40 минуттан кейін аурухананың автотұрағына қарай келе жатсам, алдымда көлігіне сүйеніп Ерлан тұр екен. Мені көре салып, маған қарай жүрді. Екеуміздің көз жанарымыз түйіскен кезде бір-бірімізді сүйетініміз анық еді. Ол келе мені құшақтай алды. Мен де оның ыстық құшағына еніп кеттім. Осылай екеуміздің жүрегіміз жақыннан соғып, бір-бірімізді үнсіз ұғысып жатқандай едік. Бір кезде Ерлан құлағыма сыбырлай: "Бейбіш, жүрші, мына жерден кетейік" деп қолымнан ұстап көлігіне апарып отырғызды. Сөйтіп, "Жұмыстан шықтың ғой, шаршап қарныңды ашқан болар. Мен сені тамақтандыруға бір жерге апарайын, сонда отырып, асықпай әңгімелесейікші" деді маған қарап. Мен үнсіз ғана басымды изедім. Іштей өзімнің мына күйіме таңғалып келемін. Салмақты жан едім. Ерланның жанында өз-өзімді ұстаудан қалып барам. Өз-өзіме келіп, бойымды жинақтайын. Мұным болмас, күйеуге шыға алмай асығып жүргендей. Аз уақыт таныс болған жігіттің құшағына құлай кеткенім ай, жұмыста біреу көріп қоймады ма екен деп қоямын. Бір жағынан тұрмысқа шыға алмай жүргенім рас қой. Мұны басқаға білдірмесем де, өз-өзімді алдамай-ақ қояйыншы деймін. Мен оны ұнатамын, сүйемін ғой. Неден, кімнен қысыламын? Мен осы сәтті ұзақ күттім емес пе? Шамалы жинақталып, өзімді еркін ұстайын деп, өз-өзіммен күбірлеп сөйлесіп кетіппін. Бір кезде Ерланның "Бибі, барлығы жақсы ма?" дегенінен селк ете қалдым. "Иә, әрине" десем, ол маған қарап күледі. "Бейбіш, сен менен қысылмашы, екеумізді Алланың өзі кезіктірді. Сені алғаш көргенімде қандай сүйкімді медбике, формасы да өзіне құйып қойғандай, құдды періште секілді екен деп сүйсініп қалып едім" деп әзіл-шыны аралас қалжыңдап, арамызда сондай жайлы атмосфера орнады. Көңілім жайлана бастады. Сөйтіп, қаланың шеткері жағында орналасқан бір мейрамханаға келдік. Мен болсам, мынадай жерде келерімді білсем, дұрыстап киініп келер едім ғой деп едім. Ерлан: "Сен не кисең де өзіңе өте жарасымды. Сен өте сұлусың ғой, Бейбіш. Тек соны өзің білмейсің" дегенде, мен мұндай комплиментке іштей риза болып қалдым. Сөйтіп, көліктен түсіп, әлгі мейрамханаға кірдік. Қымбат орын екені көрініп тұр. Алматыда сонша жыл тұрып, мұндай жерге алғаш рет келіп тұр екенмін. Студент шағымда елдің қыздары секілді қыдырмаппын да. Әкем нарда, анам жалғыз, бауырларым кішкентай деп, тек отбасымды ойлап, демалыс болғаннан ауылға қарай тартатынмын. Кейін де сіңілерімді оқытып, інілерім бар, анам қайта-қайта ауырып, жеке өмірім болмапты да. Тек анда-санда медбике құрбыларыммен бас қосып отыратынбыз. Онда да бір-біріміздің үйлерімізде, мейрамханаға бара қалсақ та, айлығымызға, қалтамызға қарай шағын ғана арзандау жерлерде отыра салатын едік.
Алайда ерланға сыр бермедім. Ішке кіріп едік, даяшы жігіт жанымызға келіп, бос тұрған орындардың біріне жайғастырды. Отырған соң ерлан анаған-мынаған тапсырыс бере бастады. Маған: «Бибіш, не қалайсың?» деп еді. Мен: «Сенің талғамыңа қарай, мен де соны алайын» дедім. Сөйтіп даяшы тапсырысымызды алып келгенше екеуміз әңгімелесе отырдық. Ерлан өз отбасы жайлы айта бастады. Ерлан ес біліп 6 сыныпта оқып жүргенінде ата-анасымен ауылындағы егістіктен келе жатып, қарама-қарсы келе жатқан үлкен тракторға соқтығысып, көлік апатына ұшыраған екен. Көлік жүргізіп отырған әкесі сол жерде тіл тартпай кетіпті. Ал артында анасы екеуі отырған екен. Анасы денесімен Ерланды жауып, өз басынан қатты жарақат алып, ауруханаға түсіпті. Содан ота жасалған екен. Алайда анасы комаға түсіп кетіп, көп ұзамай қайтыс болыпты. Ерлан жеңіл жарақат алып, аман қалыпты. Бірақ сол жағдайдан кейін әкесінің көз алдында мерт болғанын көріп, анасының жағдайынан кейін көпке дейін өз-өзіне келе алмапты. Әлі күнге дейін есіме түссе, жүрегім ауырады дейді. Ол кезде қарындасы тіпті кішкентай екен. Содан нағашы әжелері екеуін алып кеткен екен. Әкесі жағынан әкесінің бір ағасы мен қарындасы бар екен. Ата-апасы, нағашы әжесі келіп алып кетемін дегенде қарсы болмапты. Сөйтіп нағашы әжелерінің қолында осы Алматыда өсіп, әскерге барып, жоғары білім алып, жағдайымды жасаймын деп жүргенінде алдымен қарындасы тұрмысқа шығыпты. Өзі кешірек үйленген екен. Әйелі өзінен біршама жас кіші болған екен. Әжелері осы жақында 1 жылдай бұрын бақилық болыпты. Әйелі жайлы Мариямнан естіген боларсың. Саған шет жағасын айттым деп еді. Замира бүгінде сол мақсатына жетті ғой. Жеке турагентство ашып, бизнес-вумен болды. Кәсібі өрге домалап, өзімен өзі. Ажырасқаннан кейін 1-2 рет хабарласып еді, мен тұтқан алмадым. Өткеніме қайта оралғым келмейді. Бибіш, мен де 40-қа келдім. Мен тыныштықта, сүйіспеншілікте өмір сүргім келеді. Әке атанғым келеді. Айтшы, сен де отбасын құрып, ана бақытына бөленгің келеді ғой, деп маған сұраулы жүзбен қарағанда, менің көзімнен жас ытқып кетті. Осы уақытқа дейін іште жиналған барым тырсылдап жарылып кетер дей ме? Мен де әрине деп едім. Ерлан: олай болса екеуміз көп созбай үйленейікші дегенде аңтарылып қалдым. Барлығы тез болып барады ма деп бір қуаныш, бір толқу бойымды биледі. Сөйтіп Ерлан: Бибіш, екеуміз де ересек адамдармыз. Өмірді біраз көріп келеміз. Адам тани білеміз. Маған өзің секілді, өзіммен қатар өмірді көріп, ақыл тоқтатқан, бір-бірімізді үнсіз ұғалатындай жан болса деп едім. Нені күтеміз? Маған тұрмысқа шығасың ба? Иә десең, көп сөзбай ЗАГСке барып өтініш тастап үйленейікші деді. Мен не дейін? Менің де көптен күткенім осы емес педі. Сөйтіп мен келістім. Сол кеште Ерлан екеуміз сол мейрамханада ұзақ отырып тамақтандық, әңгімелестік. Ол мен жайлы Мариямнан барлығын сұрап алыпты. Мариям әпкем де бұрыннан бері бір жерде жұмыс істеп келе жатқан әріптесің, менің жақын жанашыр тілеулесімнің бірі еді. Ерланға барымды айтыпты. Содан мен өз отбасым, бауырларым жайлы ештемені бүкпей бәрін айттым. Өйткені ертеңгі күні бәрібір барлығын көреді, естиді. Ерлан қаладағы атаулы банктың бірінде бөлім меңгерушісі болса да, өте қарапайым жігіт еді. Сондай сезімтал екен. Менің қас-қабағымнан, көзқарасымнан барлығын ұға қояды. Көңіліме қарап тұрады. Содан әлден уақытта мейрамханадан шығып, мені үйге дейін жеткізіп салды. Сол кештен кейін екеуміз жиі хабарласып, күнде көрісетін болдық. Өзі айтқанындай ЗАГСке өтініш беріп, той күнін белгіледік. Ерлан менің қарсы болғаныма қарамай, шағын болса да той жасап, саған ақ көйлек кигіземін деп, менімен бірге барып, той көйлегін сатып алып берді. Мен тұрмысқа шыққалы жатқанымды өз жағымнан ешкімге айтқым келмеді. Той жақындағанда айтармын деп ойлап едім. Көзден, сөзден қорықтым. Тек Ерлан екеуміз ақылдаса отырып, өзіміз дайындала бастадық. Жұмыста Мариям ғана біздің үйленетімізден хабардар еді.
Сөйтіп той күні жақындағанда ауылға ата-анам мен бауырларыма тұрмысқа шығатынымды айтуға бардым. Барсам, ата-анам үйде екен. Әкем әйтеуір сол күні ішпей сау отыр екен. Содан оларға тұрмысқа шыққалы жатырмын деп едім. Анам деп аңтарылып әкеме қарады. Әкем маған жалт қарады. Екі інім келіндер де бір-біріне таңдана қарап қалыпты. Барлығы таң қалған секілді. Сосын ғана әкем: "Қызым, бұл жақсы жаңалық қой. Жасың ұлғайып қалса да бағың ашылды. Өзіңді уайымдаушы едім, бақытты бол қалқам" деп кемсеңдеп жылап жіберді. Әкемнің мұнысына анам: "Қойшы Жәкіш, жылаған несі?" деп алып, өзі де көзіне жас алып сүркіштеп отырып: "Жаным Бейбіш, жастайыңнан біз саған көп салмақ салып жібердік, білемін. Маған, бауырларыңа қарайласамын деп жүріп, өзіңді ұмыттың. Ендігі сен де бақытты болуға лайықтысың" деп жаныма келіп қатты құшақтап жылады. Менің де көңілім босап кетті. Кейін ғана: "Сіздерге сол бір ауыз айтып, алдарыңыздан өтейін деп келдім. Мұнда ешқандай шығындалмаңыздар. Жас емеспін. Мені ырғап-жырғап ұзатудың қажеті жоқ. Тойдан бір күн бұрын менікіне келіңіздер. Сол жерде бір мал сойып, жігітім мен менің туыстарыммен танысып, сонан жігітім алып кетеді" деп едім. Әкем: "Бейбіш, сен өзің барлығын шешіп қойғанбысың? Сенің не, әке-шешең мен бауырларың жоқ па? Құдалар мен күйеу бала осынан келіп алып кетсін. Шығындалмаған несі? Бұл біздің парызымыз, міндетіміз. Болды, осында дайын боламыз. Мені ішеді деп уайымдама. Ел жұрт көрсін, туған туыс бар, осы жерден кетесің" деп шорт кесті. Сонымен отбасым да аяқ астынан мені үйден ұзатып салуға ақылдасып дайындалатын болды. Содан тойға бір күн қалғанда Ерлан, досы, Салтанат пен күйеу баласы, әкесінің ағасы мен жеңгесі, тәтесі келіп, барлық жөн жоралғысы мен ата-анамның алдынан өтіп, барлығымен танысып, мені ауылдан әкемнің үйінен ұзатып алып кетті. Ерлан мені өзінің бала күннен өскен нағашы әжесінің үйіне келін етіп түсірді. Әжесі бұл үлкен жер үйді Ерланның атына жазып берген екен. Әжесінің қара шаңырағын оң аяғымен аттап іштей: "Осы үйде жарым мен ұрпақ өрбітіп, бақытты да баянды ғұмыр кешейінші" деп тілеп, ниет етіп, Ерланның жеңгелері басыма ақ орамал салды. Осы киелі орамалды қаншама уақыт сарғая күтіп едім. Көңілім босап, жанарыма жас үйірілді. Күйеуім деген сөздің өзі мен үшін қандай керемет еді. Енді мен де осылай айта аламын. Менің де жанымда арқа сүйер азаматым, сүйген жарым бар. Ерланның туыстары дайындап қойған үстел басына жайғасып, үлкен көкелері бата беріп, бізге бақыт тілеп, ыстық ықыластарын білдірді. Ас жеп, шай ішіп болған соң, Молдекен келіп, сол жерде некемізді қиып кетті. Сосын осында қалада тұратын қонақтар: "Ертең-ерте құда күтуге келеміз. Әркім не әкелетінін пысықтап алдық. Сендер де жүре бермей дем алыңдар" деп үйді-үйлеріне тарасты. Ал алыстан ауылдан келген көкелері мен жеңгелері осында қалды. Жеңгелері: "Қайын ініміз тұрмысқа шықпаған, бет ашылмаған қызға үйленіп жатыр" деп бізге жатын бөлмені дайындап, ақ жайма салып қойыпты. Сөйтіп дастарқанды жиып, ыдыс-аяқты жуып болғаннан кейін мені Ерлан жатқан жатын бөлмеге апарып ішке кіргізіп жіберді. Сол түні ғашық жүректер табысып, алғаш рет ыстық жар құшағында ояндым. Мен сондай бақытты едім. Таңертең ерте оянып, үйдегі қонақтарға таңғы ас әзірледім. Қонақтар да ақырындап тұрып, үстел басына жиналды. Барлығы көңілді. Ақ келіннің қолынан шай ішейік деп емен жарқын сөйлесіп, түске шақырып қойған менің ата-анамды, құдаларды күтуге дайындыққа кірісіп кеттік. Мен тіпті жас келіндей жүзімді төмен салып, іштей Ерлан мен жанарым түйісіп қалса қысылып қаламын. Оны жанымдай жақсы көргенім соншалық, ешкімге білдірмей оған ұрланып қарай беремін. Ал ол болса барлығын байқап қояды ғой шіркін. Өзі сондай сезімтал, маған қарап жымиып, көзін қысып қояды. Сөйтіп мені киіндіріп, бетімді әрлейтін салонның қыздары келді. Бар өнерлерін салып, киініп, боянып, айнаға қарағанымда маған 35 жастағы медбике емес, 20 жастағы баяғы Бейбіш қарап тұр еді. Өз-өзімді танымай қалдым десем де болады.
Бөлмеден шығып едім, салтанат бар, барлығы мені көріп таңдайларын қақты. Шырттай болып смокинг киініп алған менің сымбатты жарым Ерлан да маған қарап қозғала алмай қалғандай. Жаныма келіп құлағыма сыбырлап, «Жаным, сондай сұлусың» деп еді. Жеңгелері күліп жатыр. «Екеуің кереметсіңдер, жап-жассыңдар, айналайындар, өмір бір-ақ рет беріледі. Ерлан, той жасап дұрыс дедің жаным, махаббаттарың мәңгілік болсын. Әттең, атанаң бұл күнді көре алмады-ау» деп көздеріне жас алып, бетімізден сүйіп, бізді қаланы қыдыртуға шығарып салып жатқандарында екі көлікпен ата-анам келді. Оларды қарсы алып, баталарын алып, біз 2 метрлік Хаммер деген лимузинге отырып Гулянкаға кеттік. Ерланның әріптес достары, менің бір-екі медбике құрбым бар. Барлығымыз қаланың әсем жерлерін кешке дейін аралап, фотосессия жасап қыдырдық. Өз тойын басты рөлдерде Ерлан екеуміз. Елдің бар назары бізде, іштей керемет сезімде едім. Бастысы кеш кезіккен махаббатымның қолынан жібергім келмейтіндей. Оның қолын босатсам, тәтті ұйқыдағы түсімнен оянып кетер деймін. Ерлан болса маған қарап күледі де құлағыма сыбырлап, «Жаным, ендігі сен мендіксің, мен сендікпін, өзіңді жанымдай жақсы көремін» деп бетімнен сүйіп қояды. Махаббат деген керемет сезім екен ғой. Мамық ақ ұлпа бұлттардың үстінде қалықтап ұшып жүргендеймін. Осы күні алғаш рет мен өз жасымнан қымсынбадым, қысылмадым. Жасым ұлғайып қалған, өзімді салмақты ұстауым керек деген секілді өзімді шектеп отыратын ойлардың барлығын санамнан шығарып тастадым. Жарымның жанында сезімдеріме ерік бердім. Сөйтіп неке қиятын мекемеге барып, салтанатты түрде Ерлан екеуміз заңды түрде некемізді қиғызып, неке жүзігін тағып, куәлік алдық. Кешкі 5-ке таман тойымыз болатын мейрамханаға келсек, шақырылған қонақтарымыз дерлік жиналып, әндетіп, билетіп бізді қарсы алды. Мейрамхананың төріне барып жайғастық. Жас тамада жігіт өз ісіне, сөзіне шебер екен. Тойға жиналған 100 шақты қонақтарды жақсы басқарып, тойымызды керемет жүргізіп берді. Ата-анам мен бауырларым, сіңлілерім менің тұрмысқа шығып жатқаныма сене алмайтындай, жан-жақтарына алаңдап, потеря болып отырды ғой. Әкемнің тойға келген бір-екі туыстары осы Жәкіштің отырып қалған қызы қандай жігітке тұрмысқа шығып жатыр екен деп тек тамашалауға келгендей. Қабақтары бір ашылмай, жан-жақтарына қарағыштап, мені бақылаумен отырды. Кейін ғана келген орталарына үйренісіп, Ерланның көкелері мен жеңгелері жандарынан шықпай жақсылап күтіп жатқаннан кейін ғана арқаларын кеңге салып, қабақтар ашылып, күлімсіреп отырды. Тойымызға тек жақын деген жандарды шақырамыз дегеннің өзінде тізіміміз 100-ге барып еді. Шақырған адамдардың барлығы келіпті. Біздің қуанышымызға ортақтасып, ізгі тілектерін жаудырып, ішіп жеп, ойнап күліп тарқасты. Тойымыз ың-шыңсыз, ешқандай төтенше жағдайсыз керемет өтті. Той өткеннен кейін араға аз уақыт салып, аяғым ауырлады. Мұны білгенімде жүрегім жарылардай қатты қуандым. Қуаныштан, бақыттан егіліп жылай беріппін. Ерланым да мұны естігенде, «Рас па, шын айтасың ба, бейбіш?» деп сен алмайтындай. Сөйтіп, мұны ешкімге айтпай тұра тұрсақ қайтеді, ішің томпайып шыққанда барлығы бірақ білсін деп алып, ертесінде барлығына өзі айтып қойыпты. Содан уақыт өте, әріптестерім мені декреттік демалысқа ертерек шығарып жіберді. Өйткені жас келе бала көтеру қиын ба, белдерім сырқырап, жүріп тұруым да қиындап кетіп еді. Сөйтіп босанатын межелі уақытымнан бір жеті бұрын Мариям мені ауруханаға жатқызып, кесір тілігі мен қыз бала босандым. Ерланым менің аяғым ауырлағаннан бастап, аяқ қолымды жерге тигізбей жүріп күтті десем де болады. Декреттік демалысқа шыққанымша жұмысқа барып әкеледі. Мені отадан шыққанша ауруханадан шықпай сол жерде түнеді. Сөйтіп араға 2 жыл салып, қызымның соңынан ұл босандым. Сөйтіп 40 жасқа дейін қызы да, ұлды да болдым. Алланың мейірімі мен құдіреті күшті ғой. Ол барлығын көруші, естуші деуші еді. Кеште болса маған сұрағамның барлығын беріп жатты.
жатты. Шүкір. Осындайда ештен кеш жақсы. Отырған қыз орнын табар деген қанатты сөздердің растығына көзім жетті. Тек адам баласы қиындықтарға сынбай, болашаққа үміт артып, барлық жағдайға шыдам мен төзім, сабырлылық таныта білуі қажет екен. Өзім жайлы айта келіп, қыздың бұл өмірдегі миссиясы бой жеткен соң өз ұясынан ұшып, өзге отбасына келіп, сол отбасының түтінін тұтатып, адал жар, ана атанып, ұрпақ өрбіту емес пе? Мен ата-анам мен бауырларымды сөкпеймін. Олардың бар болмысы солай болды. Тағдырымыз солай болды. Мен де пенде болғандықтан кейде ата-анам мен бауырларыма ренжідім, өкпеледім. Бағым ашылмай, тұрмысқа шыға алмай отырып қалғаныма оларды кінәладым. Алайда, Аллаға шүкір, қазір көп жағдай өзгерді ғой. Тек мен тұрмысқа шығарда бауырларымның ішіндегі ең көп көңіл бөліп қарасқан сіңілім Айнаштың менің тұрмыс құрғалы жатқанда айтқан сөзі көңіліме кірбің түсіріп, қатты ренжіп қалып едім. Сонда маған бақыт тілеудің орнына: «Әпке, осы жасыңда саған той не керек? Жап-жас маған той жасамады. Сонда мен дымда деген жоқпын. Саған ұят секілді. Елдер күлетін шығар», дегенде жүрегім ауырып қалып еді. Сонда да: «Саған той жасамаса, ол өз кінәң. Тұрмысқа екі қабат болып, күйеуіңді мәжбүрлі түрде үйлендірмегеніңде, ата-енең саған да той жасап берер ме еді? Ата-анамызды бізді кемсітпейтін бе еді?» деп айтып тастағанымда, «Мені табалап жатырсыңдар» деп тойыма да келмей, менімен сөйлеспей де қойды. Әлі күнге дейін екеуміздің арамызда бір салқындық бар. Әпкелі сіңлілі болып, баяғыдай сырласып, сөйлесіп кете алмадық. Мен өмірімдегі бар болған шындықты айттым. Басқа қалып қосқаным жоқ еді. Сондай-ақ сол кездегі өмірімде болған жақсы жандарды да еш ұмытқан емеспін. Маған үйін беріп кеткен Валя әжейдің аманатын әлі күнге дейін орындап келемін. Жолдасым мен балалармен бірге өзіне және шалы мен баласының басына барып бейітін тазалап тұрамыз. Ал әжейдің маған қалдырған үйінде мен тұрмысқа шығып кеткеннен кейін ең кенже сіңілім күйеуіммен 5 жылдай тұрды. Сөйтіп өздері қала маңынан жер телімін алып, үй салып шығып кетті. Кейінірек ол жерлер көп қабатты үйлер салынады деп жоспарланып сносқа кетті. Үкімет тарапынан үй бағаланып қаражат берілді. Ол ақшаға жолдасым үстінен және ақша қосып қаланың орталығынан қызымызға деп 2 бөлмелі пәтер алып қойдық. Қызым мен секілді қиналмас екен деймін. Болашақта тұрмысқа шықса да өз пәтері болсын деп жолдасымыз екеуміз осылай шешіп едік. Ал атанам аман есен сол ауылда. Бауырларым жандарында тұрып жатыр. Ол кісілермен жиі қатынасып тұрамыз. Ерланның да туыстарымен қарым қатынасымыз жақсы. Салтанатпен де жиі көрісіп тұрамыз. Оның орны мен үшін ерекше десем де болады. Ерлан екеуміздің жолығуымызға да осы Салтуша себепкер болып еді ғой. Ал өзім сол баяғы жұмысымдамын. Қазір аға медбикемін. Қызым мен ұлым есейіп қалды. Бар бақытым осы 2 балам. Аллам жолдасым екеумізге аман есен бір жастықта әдемі қартайып, осы балаларымыздың қызығын көруді нәсіп етсе деймін. Ал мен секілді белгілі себептермен жасы ұлғайып тұрмыс құра алмай жүрген қыздарымызға алдағы күннен үміттеріңізді үзбеңіздер. Өмірдің сынағына сынбаңыздар. Бастысы өзіңіздің ниетіңіз түзу болса, Алладан сұрағаныңыз қабыл болады екен.